Қазақстанда өндірілетін май түрлеріне шетелде сұраныс жоғары. Сұйық майдан бастап, асқа қосатын 100-ден астам өзге де май өнімдерін шығаратын Маслодел компаниясы жыл басынан бері экспорт көлемін 2 есе арттырған. Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстан даму банкі отандық өнім өндірісіне қомақты қаржы бөлген екен. Осылайша экспорт көлемін ұлғайтуға Нұрлы жол бағдарламасының аясында қолдау жасалды. Нәтижесі жақсы. Биыл 10 айдың қорытындысы бойынша Маслодел компаниясы 4 миллиард теңгенің өнімін шетелге экспорттаған екен. Мемлекеттік қолдау арқасында ірі май өңдеуші компанияның жұмысы жанданды. Былтырға қарағанда биыл экспорттық түсім 90%-ға өсті. Зауыт жүйелі жұмысты еселеді. Неміс технологиясы арқылы сары май, өсімдік майы, маргарин мен қызанақ пастасы сияқты түрлі өнімдерді шығарады. Бәрі автоматтандырылған. Шикі майды өңдеп, құтыға құю да осы цехта іске асады. Сықпалы түрде олар сығып алып келеді, семішкен майын. Біз болар, ары қарай біз оны тазартамыз. Ардыда цех бар. Сырной цех дейді, май қабылдап алатын, одан бізге қарай береді, витамин өлшеп, оны біз қабылдап аламыз. Сосын нейтрализациядан өткізіп, сепараторлардан ауыр бөлшектерін бөліп, таза майын алып, ары қарай ағартып, тазалап, ары қарай производство береміз. Ең бастысы, отандық өнімнің сапасы жоғары. Себебі арнайы зертханада оны толық тексереді. Зауыт қуаты күніне 200 тонна майды рафинаттауға қауқарлы. Жылына кәсіпорында 73 мың тонна өсімдік майы мен 12 мың тонна кетчуп және майонез өңделеді. Міне осы отандық өнімдер Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстанға үнемі экспортталады. Ал Бәйтерек холдингінің құрамындағы Даму банкінің қолдауының нәтижесінде олар биылдан бастап Қытай нарығына да Қазақстанда жасалған май өнімдерін жөнелтіп жатыр. Қазір Маслодел компаниясында 2000-нан астам адам тұрақты қызмет етеді. Өндірістің құрамында 4 зауыт қарқынды жұмыс жүргізуде. Олар Алматы қаласы мен солтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан. Майдың 100-ден астам түрін өндіргендіктен ел нарығының 10%-ын қамтып отыр. Шикізат шетелден тасымалданбайды, бәрі өзіміздікі. Енді зауыт басшылығы Қытайдан бөлек Литва, Эстония, Латвия мен Ресей нарығына да өнім экспортын арттырмақшы. 2017 жылдың қорытындысы бойынша компания экспорт көлемін тағы 20%-ға ұлғайтып, 5 миллиард теңгенің өнімін сыртқа шығармақ. Мирас Мұқаш, Ерболат Қуаныш, Қазақстан ұлттық телеарнасы.